Уайымдап тұрсың. Уайымдаудың не керегі бар? Бәрі дұрыс, бәрі жақсы болады, бәрі тамаша болады. Твайлайт, әр нәрсеге алаңдамай сабыр еткенің жөн. Жаңа достар табу әрқашан көңілді. Бәлкім, ол да тура сен сияқты уайымдап келе жатқан болар. Апталап барлығын жоспарладың. Олар жайлы бәрін білесің. Уайымдама, барлығы керемет болар. Сендердікі жөн. Естеріңде болсын, Эквестрия мен Қодастар мекені қақпаларын ашпағанына 100 ай болды. Қодастар мекені солтүстік кристалл тауларынан қашықтықта орналасқан соншалықты, ол жақта ешбір пони болған емес. Қодастармен достасқанымызда Селестияның түрі қандай болатынын елестетіп тұрман. Мен тынышталдым. Понилер, сәлеметсіңдер ме, понилер? Рутерфорд ханзада, жоғары мәртебелім, баршамыздың атымыздан қарсы аламын. Эквестрияға қош келдіңіздер. Бұл біз үшін мәртебе. Понилер мен қодастардың арасындағы ұлы достыққа үміт артам. Мың жылдық достар! Жол жүріп қарындарыңыз ашқан шығар. Қодастардың дәстүрлі тағамдарынан салтанатты қонағасын әзірлеп қойдық. Егер мінсіз болмаса, ашуланам. Бір нәрсе мінсіз болмаса, қодастар әрқашан ашуланады. Қодастардың тамағына мүлде ұқсамайды. Понилердің жасанды асы қодастарды ашуландырды. Күйгелектенетін уақыт болды ма? Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, шыжырекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Сауық кеші. Бұл қодастардың амандасу тәсілі оғаш екен. Олар өзгеше, бар болғаны сол. Мүлде өзгеше. Барлығын 1 минутта қиырат деген рекордымды жаңартқан сияқты. Тіпті рекордқа алған марапатты да шағып тастады. Достық мерекесіне Селестия ханшайым келгенше, оларға достарының болғаны қандай жақсы екенін көрсетуіміз керек. Сонымен, мен ұсынған қодастар мен қодастардың мекенінің тарихы туралы 7 томды кім оқыды? Менің жұмыстарым болды. Мен оқыдым. Қодастар алыс солтүстікте тұрады. Ол жақ үнемі суық. Тоңбау үшін олардың үсті басы жүндес болып келеді. Меніңше жүн бәріне сол үшін қажет, Пенки Пай. Білем! Қодастар сондай керемет! Пенки Пай, оларға қаланы көрсет аласың ба? Серуен қодастарға жылы қабақ танытатынымызды сезінуге көмектеседі. Алаң болма, олар сенімді тұяқтарда. Естерінде болсын, олар Эквестрияда өздерін жайлы сезінулері тиіс. Демек, қодастар мекеніне ұқсауы керек. Еш қиындығы жоқ. Жақсы, алға! Жаңа достар табатын уақыт болды. Алапай! Сіздердің жайлылықтан қашқақтайтын текті жауынгерлер екендеріңізді білеміз. Сондықтан, қонаққа келген кездеріңізде сіздерді біздің қамбада қоныстандыру отбасымыз үшін мәртебе. Біз қодастар мекенінде жатып үйреніп қалғандарыңыздай пішеннен төсек жасап қойдық. Бұл мінсіз. Мұнда күні бойы демалуларыңызға болады. Бүгінгі мереке үшін сіздерге көп күш қуат қажет болады. Бұл жеңіл болды. Тоқта! Бұл қодастардың пішені емес. Бізде қодастар мекеніндегідей пішен болмады, бірақ біз оны соған ұқсатуға тырыстық. Бұл мінсіз емес. Қодастар қамбаны қиратамыз. Пенки Пай, не істейміз? Ал енді көңіл күйлеріңізді көтеру үшін қодастар мекенінің стиліндегі жануарларды назарларыңызға ұсынамыз. Жануарлар сүйкімді. Қандай жақсы. Тоқта, шынайы мүйіз емес. Бұлар қодастар мекенінің жануарлары емес. Талқандаймыз, достар.
жаққа бірдеңелер бар. Солай сияқты. Я бұл маталар маған ұнайды. Өте сирек кездеседі. Кристалл елінен әкелген. Сіздердің солтүстік мекендеріңізге лайық. Оларды талғамдарыңызға сай көресіздер деп үміттенем. Қодастардың матасының дәміне ұқсамайды. Қодастар бәрінің күл талқанын шығарады. Бәрі жақсы болады. Оларды қуантамыз. Бірдеңе қылып. Егер түнергілеріңіз келсе, одан ештеңе шықпайды. Себебі қазір күлімсірей бастаймыз. Күлімсіремеңдер, қодастар. Кеттік, Рейнбоу Дэш! Тура қодастар мекеніндегідей қар. Солай ғой. Өйткені қар ол қар ғой. Бұл қар емес. Шынымен бе? Шынымен солай. Білесіңдер ме? Бәрі соншалықты жаман емес. Қанағаттанарлық дер едім. Жақсырақ болуы мүмкін еді. Онша жақсы емес. Бұл сұмдық жағдай. Пинки Пай, бүгінгі қодастар мекенінің құрметіне арналған мереке өте маңызды. Оларға күндіз орын алған жағдайларды ұмыттырасың, дұрыс па? Өйткені ол мінсіз болмаса, олар барлығын қиратады. Панивиль бұған қаншалықты төзе алатынын білмеймін. Олар барлығын ұмытады. Солай деп үміттенем. Солай болатын шығар. Эквестриядағы ең жақсы сауық кешін ұйымдастырушысың ғой. Олардың көңілін көтересің. Қолыңнан келеді. Қабілетіңе толықтай сенім артамыз, Пинки Пай. Бұл әлемдегі ең көңілді, ең әсем мереке болады. Көресіңдер. Көздерің не үшін ойнақшып тұр? Жай барақат отырғанда сөйтем. Пинки Пай, сен болмасаң қайтер едік білмеймін. Мен де кетуім керек. Гуми, не істеуіме болады? Сауық кешіне көптеген нәрселерді жоспарлаған едім, алайда оларға ұнамай қалады. Эквестрия қодастар мекеніне ештеңесімен ұнамайды. Олар тым сезімтал. Латыршайдың өзі олардың ашуына тиді. Латыршайдың өзі! Маған тың ой керек, және тез арада. Ол жаққа бармастан, ол жақтан ештеңе әкелместен, қодастар мекеніне арнап сауық кешін қалай ұйымдастырам? Гуми, сен данышпансың. Және бұл қант бұрышы. Бұлар қодастар мекенінің дәстүрлі тортын пісіру үшін еңбектеніп жатыр. Ваниль сығындысының тенгерімі оңай емес. Кешіріңіздер, осында 1 минут күте тұра аласыздар ма? Мерекеге дайындық қалай болып жатыр? Шамам келгенше бәрін істеп жатырмын дегенмен, сайып келгенде бәрі сенің қолыңда. Пинки, сен қайдасың? Оны таптыңдар ма? Энджел екеуміз орманды қарап шықтық, бірақ... Әуе жұрты улады, нәтижесіз. Ферманы түк қалдырмай шарлап шықтым. Бармаған жерім қалмады. Пинки Пай жоқ. Шынымды айтсам, үйдің түбінен Смит әжемнің алмалы-салмалы жағын тауып алдым. Сондықтан текке жүрмедім. Ол жоғалып кетті. Бірақ мереке, бізде қалғаны сол ғана. Не істеуімізге болады? Алаң болмаңдар. Мерекеге дейін қайтып келем. Сәлеммен, Пинки Пай. Егер Пинки мерекеге дейін ораламын десе, демек оралады. Оған сенім артуға тиіспіз, солай ма? Кегелектенудің қажеті жоқ. Алаңдама, Твайлайт. Сауық кешіне келгенде ол не істеу керек екенін білет. Сендердікі жөн, Пинки Пай қайтып келгенше, қодастардың көңілін көтеруіміз керек. Бұл торт. Я, торт! Бір тілімін жесеңіз, қодастар мекеніне ораласыз. Деп үміттенем. Ваниль сығындысын көп қосып жіберген. Біз бұлай ешқашан мерекеге мұқтаж болған емеспіз. Келесі аялдама кристалл елі. Сонымен менің іздестіруім басталды. Сенің не ойлағаныңды білем. Қодастар мекеніне не үшін жалғыз бара жатырсың, Пинки Пай? Себебі мен сауық кешін ұйымдастырушымын. Бұл маған артылатын жүк. Оны алып жүретін тек мен.
егер жақсы мереке болғанын қаласаң, Кристалл елінің солтүстігіндегі тауға көтеріліп, қодастар мекенін тауып, дәстүрлі бірдеңемен оралам. Сізге түсінікті ме? Жолдан адасып қалдық па? Ал қар қайда? Бұл құм түстес қандай қар екенін айтыңыздаршы. Жоқ, құм екені анық. Дұрыс қаласы, бұл соңғы аялдама сияқты. Барлық пойыздар тоқтауға мәжбүр болды. Қойлар рельстерге жайғасуға шешім қабылдады. Жексұрын қойлар! Көмегіңізге рахмет, жол серік. Черри Джубель! Пенки Пай, сені поезда көргендей болып едім. Халің қалай? Әдемі боп тұрсың. Маған көмек қажет. Наркес гүлдей керім, Раушан гүлдей жинақы. Саған қандай көмегім керек? Қодастар мекені жайлы естіп едің, онда қалай баруға болады? Күнтізбеге белгілеп қойшы. Пенки, бүгін сенің сәтті күнің. Кристалл елінің солтүстігіне бара жатырмын. Дегенмен ескертіп қояйын. Біз қатты шаршадық. Ойлап көрші. Түні бойы шие санадық. Ей, ояныңдар. Шие санадыңдар ма? Сонымен қанша екен? 417.234. Шу! Міне, осылай саяхатым жалғасуда. Шексіз шөл далаға қарап тұрып, өзіме сөз берем. Сәлден соң, қонақтарымыздың жеріне салтанатты түрде аяқ басам. Ең керемет мерекені ұйымдастырып, жеңіспен оралам. Сендерге түсінікті ме? Черри! Жыра! Оян! Ояныңдар! Тоқтаңдар! Не болды? Түсіме жыра кіріпті. Жыра! Мен солай деп айттым ғой. Әуел керемет, шын жүректен. Twilight сіздерді бөгей тұр дегенде, яғни ойнап бер дегенде, қолымнан келмейтін шығар деп едім. Спайк! Күй сандық өздігінен ойнады ма? Жалқан әуен. Бізге мереке қажет. Қазір мереке болсын айтпесе, қодастар сендермен дос емес. Жоқ, кішкене күте тұрыңыздаршы. Күту деген әңгіме жоқ. Қодастар пойызға барады. Қодастармен бірге келеді. Сендерге соғыс жариялайма. Пенки Пай әлі келмеді. Бұл не? Біз күйгелектен кеттік, бәрін өзіміз ұйымдастырамыз деп шештік. Кештің тақырыбы дүрбелең. Қодастар үйлеріне қайтады. Бұл қорқынышты. Селесте ханшайымға тосын сый әзірлегін келіп еді. Алайда бір ғана тосын сыйым бар. Ол соғыстың басталуы мүмкін екендігі. Мәне біз Они шыңырауының шетіне тап болдық. Құлдилап барамыз. Сосын кенеттен олар бізді ауадан қармап алды. Ғажап найзағай қапсырып алды. Олар мені Мэнхэттенге жеткізіп салды. Ол жақта топтың мүшесі болдым. Әрбір жерде бір-екі концерт беріп, танымал болдық. Шығармалық көзқарасымыз бізді жан-жаққа таратып жібергенге дейін шың басына жетейін деп қалғанбыз. Сол кезде қайтадан қодастар мекеніне жол тарттым. Міне мен осындамын. Бұл сол Кристалл елінің солтүстік шекарасы. Оның ар жағында қодастар мекені жатыр. Таулардың арғы бетіне өткісі келген понилердің ешқайсысы қайта оралмады. Ал мен оралам. Іске сәт, Пенки Пай. Ол мерекеге қалай кешігеді? Ондай емес еді ғой. Қолынан келген істеп жатқанына сенімдімін. Пенки Пай әлсіз болып көргенмен мықты. Сені жөн екенін білем, бірақ ол осында болғанда ғой, оған қысым көрсетіп жібердім.
Понилердің бәрін жерге қараттым. Сәлден соң Селестия ханшайым да осында болады. Ол ешқандай дос таба алмағанымды, тек дұшпан тапқанымды көреді. Сәлем, менің атым Пинки Пай. Қодастар мекенін іздеп жүрмін, білесің бе? Қодастар көп пе? Олар туралы естіп пе едің? Дарылдама, бірде-бір сөзіңді түсінбеймін. Міне ол, қодастар мекені. Ай, понилердің бәрі аман сау ма? Көзімнің ашылды не жұмулы тұрғанын түсіне алар емеспін. Мен аздап көріп тұрған сияқтымын. Ай, жоқ. Мынаған қараңдар, Пинки Пай қаладағы барлық пониге арнап деректер бумасын жасапты. Қандай сауық кештерін жақсы көретініміз туралы жазбалар. Пинки Пайдың мерекелерді ұйымдастыратын құпия үңгірі бар. Қандай керемет! Твайлайт ханшайымның жақсы көретіндері. Ванильді балмұзда, қызыл шарлар, билер. Тура солай. Бірақ ол кесаделия тағамынан қорқады. Жоқ, олай емес. Жай ол ірімшік татиды. Жоқ! Бастаған жеріме қайтадан келдім. Гуми, қодастармен дос болума бірақ қадам ғана қалып еді. Ал енді бәрін жерге қараттым. Мұнда қараңдар. Бұл ата-анасының үйленгендеріне 50 жыл толғанда ұйымдастырғысы келетін мерейтойдың жазбасы. Оған дейін әлі көп уақыт бар ғой. Олар 100 жылдық мерейтойды да жоспарлапты. Және 500 жылдықты да ма? Оның сауық кештеріне осылай еңбектенетінін білмеппін. Ол сенен гөрі ұйымшыл болуы мүмкін, Твайлайт. Асыра сілтеудің қажеті жоқ. Егер Пинки Пай осында болғанда, оған оның жұмысын қалай бағалайтынымызды айтатын едік. Рахмет, рахмет. Мен де сендерді жақсы көрем, бәріңді. Қайтып келдің бе? Мерекеге бір нәрсе әкелу үшін қодастар мекеніне бармақшы болдым. Әйтсе де қателестім. Бұл мерекеге бұрын соңды дайындалмағандай бар ынтаммен кірістім. Бірақ мен бәрібір бақытсыз біреумін. Пинки Пай, сен бақытсыз емессің. Ең бастысы барыңды салып бақтың. Бір мерекені өткізу үшін басқа кім сен сияқты Эквестрияны шыр айналып шығатын еді? Білесіңдер ме, сапарым оңай болған жоқ. Дегенмен, жол жөнекей кездескен понилердің барлығы маған көмектесті. Шіркін қодастар Эквестрияның қандай ұйымшыл, қандай ғажап екенін білсе ғой. Мерекеге арналған керемет бір ой пайда болды. Тым кеш. Қодастар соңғы пойызбен кетіп қалды. Жоқ, кетпеді, және кетпейді де. Рельстерге қойлар жайғасты. Біз де сырғанақпен жоғары көтерілеміз бе, әлде басқаша ма? Қодастар мұнда қалып қойды. Пойыз неге жүрмейді? Мұны айтам деп ойламаған едім, бірақ. Рахмет, қойлар! Ал енді қарсы болмасаңыздар, мереке басталады. Апырай, Пинки, барлығын тез ұйымдастырдың. Және әдеттегідей. Не десем екен, өз ісімді білем. Роттерфорд ханзада, Эквестрияны қодастар мекеніне ұқсатуға тырысқанымыздан түк шықпады. Алайда сапарымнан оралған кезде Эквестрияны сіздердің үйлеріңізге ұқсатудың қажеті жоқ екенін түсіндім. Өздеріңізді Эквестрияда жайлы сезінулеріңіз қажет. Ал ол үшін бізге ненің ұнайтынын көрсетуге тиіспіз. Ол сіздерге де ұнайды. Қазғалт пони қодастарды қуанту үшін көп еңбектенді. Енді қодастар риза. Соғыс болмайды. Понилер мен қодастар дос ба? Мың айға ма? Мың жылға.
Мен өте ризамын, ханшайым. Достықты көпшілікке таратқым келеді. Мұны керемет іске асырып жатырсың. Сен де, достарың да. Қызғылт пони, сен енді қодастарды түсінесің. Қане, құшақтасайық, Шиханзада. Ой, тым қапты. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл. Алты жасқа толмаған балаларға арналған